Сәлем достар, бүгін біз молочная девочка тортын жасайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға сгущенка мен жұмыртқаны жарып, жақсылап тұрып миксермен араластырамыз. Бұл жерде көп араластырамаймыз, тек қана екі массаны біріктіреміз. Бөлек ыдысқа ұн және қопсытқышты өлшеп алып, екеуін жақсылап біріктіріп араластырамыз. Бұл жерде жақсылап араластыру өте маңызды, себебі ұн мен қопсытқыш екеуі біркелкі араласса, біздің тестамыз өте жақсы көтеріліп, үлпілдек болып шығады. Біздің тестамыз дайын, енді біз оны жеке-жеке пергаменттерге бөліп жайып шығамыз. Видеода көрсетілгендей, пергаменттерді біз осылай форманың көмегімен дайындап аламыз. Менде форманың диаметрі 22 см. Диаметрі 22-лік формамен 7 немесе 8 коржға дейін пісіріп алуға болады. Менде 7 корж шықты. Мен тестаны көз мөлшерімен саламын. Егер ас қасықпен салатын болсаңыз, сонда 3 немесе 3,5 қасықтай саласыз. Тестаны жайғанда максимально тегіс етіп жаюға тырысыңыз. Сол кезде духовкада піскен кезде өте тегіс болып піседі және жинаған кезде де тортыңыз тегіс әдемі болып көрінеді. Пешімізді алдын ала 180 градусқа дейін қыздырып қоямыз. Содан соң барып корждарымызды саламыз. Әр коржымыз 7-8 минутта пісіп шығады. Кремді кәдімгі классикалық крем-чизбен дайындаймыз. Өте салқын творожный сырға қантты салып, бір миксерлеп аламыз. Содан соң барып холодильникте кем дегенде 7-8 сағат тұрған сливкиді құйып, жақсылап көпірттіріп аламыз. Жалпы осы крем-чизде қанттан басқа ингредиенттердің барлығы өте салқын болуы маңызды болып саналады. Сол кезде креміңіз өзіңіздің ойыңыздағыдай болып шығады. Дайын болған креміміз өзінің формасын жақсы ұстайтын, төңкелгенде, шайқағанда өзінің орнынан қозғалмауы қажет. Ал енді тортымызды жинауға кірісеміз. Алдымен подложканың астына аздаған кремімізді жағамыз, ол торттың жылжымауына себеп болады. Бір коржға 3 немесе 4 ас қасық кремді салып, жақсылап тұрып тегістеп аламыз. Корждарды жинаған кезде түзу етіп қоюға тырысыңыз. Сол кезде тортыңызда түзу, әдемі болып көрінеді. Жиналған тортты ацетатная пленкамен орап, үстіне кальцоны кигізіп, холодильникке кем дегенде 6 сағат пропиткаға қоямын. Немесе бір түнге қоямын. Холодильникте көп тұрған сайын дәмі одан әрі жақсара түседі. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпа. Келесі кездескенше.